Қыздар, бүгін біздер қамыры өте жұмсақ, қонақтарыңызға ұнайтын, ауызда еритін дәмді пирог әзірлейтін боламыз. Ол үшін ең алдымен ұнымыздың үстіне қамыр қопсытқышты салып, осылай сары майымызды күштің көмегімен өткізіп, крошка жасап алатын боламыз. Кейін енді ұнымызды бір шетке осылай алып қоямыз да, сұйық массаны дайындауға кірісеміз. Шекеріміздің үстіне осылай қаймағымызды және де 2 жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Араластырғаннан кейін осы біздің сұйық массамызды құрғақ массаның үстіне қосып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамырды илеу барысында артық ұн немесе тағы да басқа ештеңе қосудың қажеті жоқ. Осылай араластырып қамырларыңызды илей берсеңіздер, қамырымыз өте жұмсақ болып бірігіп, жұмсақ жабысқақ қамыр пайда болады. Менде 2 пирог, сондықтан осылай 2-ге бөліп, холодильникке 20 минутқа қойдым. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін осылай вареный сгущенкамызды аламыз. Үстіне 25% қаймағымызды саламыз және де 2 жұмыртқамызды тәтті болу үшін ванилинді қосып, жақсылап миксердің көмегімен араластырып алатын боламыз. Жиырма минуттан кейін осылай пирогымызды формамызға орналастыратын боламыз. Қамырымызды қолмен жайсаңыздар да болады, немесе оқтаудың көмегімен жайып, содан соң формаға салсаңыздар болады. Содан кейін шанышқының көмегімен осылай жан-жағын тесіп шығамыз. Кейін сұйық массамызды құйып, қызып тұрған 180 градустағы пеште 30-40 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Суып шыққаннан кейін бірден формадан шешпеңіздер, суытып, содан кейін барып шешесіздер. Және де 2 сағатқа холодильникке салып қоясыздар. Ас болсын, жасап көріңіздер.